робототехникамен 7-ші сыныптан бастап айналысамын, себебі біздің мектеп көптеген мүмкіндіктер беруде. Мысалы 2014 жылдан бастап Назарбаев зияткерлік мектептері осы халықаралық робототехника олимпиадасының ұлттық ұйымдастырушысы. Менің ойымша, бұл Қазақстанның робототехника саласының осындай үлкен деңгейге жетуіне көптен көп себебін тигізді. Мен өте көп тәжірибе жинадым. Бұл жердің ұйымдастыру деңгейі өте жоғары, және менің ойымша бұл жердегі топтар және менің қарсыластарым өте мықты, сондықтан мен де олармен жарысу үшін өз деңгейімді көтеруім керек. Осы жарыстың барысында мен көптеген техникалық білім алдым. Мәселен, ол камера, мотор және әртүрлі сенсорлармен жұмыс істеу. Сонымен қатар мен көптеген халықаралық достар таптым.